Саламатсыздар, қадірменді ағайын. Биыл Қыпшақ даласынан шыққан ұлы энциклопедист, ғалым, ойшыл, философ, математик, астролог, музыка теоретигі, түркі ойшыларының ең атақтысы, ең мәшһүрі, әлемнің екінші ұстазы атанған Әбу Насыр әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толып отыр. Бүгін сіздердің назарларыңызға Мұхтар Шахановтың «Арман» өлеңін ұсынамыз. Ертеде отырарда, біздің іңкәр өлкеде, иық бұрмай тек білімнен басқаға, қатар өсті екі бірдей жас бала. Қатар жүріп сан өнерге машықты, бір оқыды, бір ойнада сықты, екеуіне назар бұрды ел ерек, өйткен олар дарынды еді керемет. Таңдайымыз өрістоймен татымақ, деп қуана езу тартты атырап. Алдарындар медресені тауысты, 12-ге жасы ілікпей жатып ақ. Сыбағасын тағдыр дара бергендей, өсе берді төске шауып төргөрлей, екеуіне қараған жұрт сүйсінді, отырардың болашағын көргендей. Отырарда жаны жайқын дария, ойы безбен бар еді бір қария. Сол қария бір күнек шәкіртті, құрметпенен өз үйіне шақыртты. Балақайлар, балапандар, көгерім, сендерге бір сауал қойсам деп едім. Туған жан деп өнерімен, өртімен, екеуіңді сөз қып жүр ғой ел түгел. Мен де танып білсем деп ем, кімсіңдер? Қандай мақсат жетегінде жүрсіңдер? Қандай бағыт ұстайсыңдар түбінде? Сонша неге құштарсыңдар білімге? Қане, Дойл, сен айтшы. Дойл айтты: жалғыз арман бар менде, шектесетін қулықпен де, армен де. Жауын шашса өнерімнің өрнегі, сонау Йемен, Мысыр, Бағдат елдері түгел танып жыр ететін таңдана, саудагер боп шықсам деймін жан баба. Тірлігімде жабырқамай, жасымай, ата жолын қусам деймін осылай. Бой шалдырмай бос мақтанмен өсекке, өмірімді құрсам деймін есепке. Ұтыларсың жебемесе желік той, бұл өнердің табиғаты ерек қой. Қанша мелмен сауда саттық жасауға, сонша мелдің тілін білу керек қой. Табу үшін жұрт таппаған айланы, көру үшін жұрт көрмеген пайданы, шығу үшін жұрт шықпаған белеске, жұрттан асқан білім керек емес пе? Тілін тапсаң кім созбайды қол үшін? Өнер қажет, білім қажет сол үшін. Қарт күрсінді: ей ұлым, желік қуыпсың, неге мұнша желтоқсандай суықсың? Бағымызға туған дарым болар деп қуанып ем, сорымызға туыпсың. Сор боларсың, одан не мән табарсың? Арманыңды бәлкім қайта қарарсың. Бірақ Дойл тұрып алды паңдана: арманымды өзгерт алман, жан баба. Ал сен қалай бақыттадың нұрыңды? Жасырмай айт, жасқанбай айт сырыңды, деп қария Дойлмен бір отырған ұяң шәкірт жас Әбуге бұрылды. Әбу айтты: менде де бар бір арман, маздақ жанып, қол бұлғайтын шынардан. Ұлы баба, бірақ менің арманым парызбенен, махаббаттан құралған. Шамын жақсам ғылым менен өнердің, елімді зор мерекеге бөлермін. Бұл сапарым азапты да шығарау, не де болса пешенемнен көрермін. Мейлі мәңгі жармаймын киімге, мейлі түйір нан қалмасын үйімде, мейлі ұлының еңбек етіп арымен жүргендігін ұғынбасын қалмен. Қарлы боран қыран жолын бөгерме, өнеріммен тасып толам кемерге. Мен өзіме риза емеспін, елімнің сүйенші болармасам егерде. Қарт жымиды: бәрекелді жас шайран, көл болмаса тоятта бар қаз қайдан?
Біреуіңнің арманыңнан шошып ем, бірің міне еттің лезде мәз мейрам. Бірің үшін күрсінумен өтермін, бірің үшін сүйсінумен өтермін. Сөйте мен де өмірден өтермін, беттеріңнен жарылқасын тәңірім. Ал жарайды, батам осы, барыңдар, отырарда туған ұлы дарындар. Әжуасын әжіміне жасырып, жылдар өтті, жылдар ақты асығып. Жалын едау арман айқын өр көңіл, екі досты екі арнаға бөлді өмір. Дойыл солай өзгертпеді шешімін, дәулет оған жылдам ашты есігін. Өнер асқан саудагердің көп өтпей, Бағдат, Мысыр түгел білді есімін. Есепсіздің несібе созар ма? Әйелінде баулыды ол созанға, қонақ қарына басылатын етті де өзі салып беріп жүрді қазанға. Тек байлыққа деген жұтаң сараңдық жіберді оның бар өнерін қараң қып. Міне осылай жазық дарын, жас тұлға ұшырады әбілетті тозғынға. Саудагерді өзге түгіл өзінің ұрпақтары кетті ұмытып аз жылда. Ал әбуше, кеңге жайды ол қанатын. Әбуіміз әрі ғалым, әрі ақын. Әбуіміз біздің ұлы бабамыз Абу Насыр әл-Фараби болатын. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.